қазынасы. Әсіресе қазақ халқы әндердің сөзі мен сазына көп көңіл бөлген. Осындай шоқтығы биік туындылардың бірі «Әкем әнім». Әкелерге арналған әндердің төлқұжатына айналған бұл әннің авторы жерлесіміз, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші сазгер Әділбек Сүлейменовпен жуырда шаңырағымызбен өткен кездесуде әннің тарихы, өнер жолы туралы сыр шерткен едік. Бірге тамашалайық достар. Жылы әкем 1918 жылы туған, дүниеге келген. Енді соғыс ардагері, Ұлы Отан соғысының. Мен енді айтайын дегенім, соғысының мен студент кезім еді. Орынбасар Сүттібаев деген филология факультетінің жаңағы студенті. Облыстық газетке оның да бір өлеңдер шығып тұрады, бұрышына жаңағы 3-ші бетке. Орынбасар екеуміз бардық та фортепианоның қасына отырып, жаңағы осындай бір әннің кішкене мелодиясы туып тұр. Соған бір сол ритммен жаңағы бір әкеме бір сыйлайын деген. Сонан жаңағы екеуміз отырдық. Оның да әкесі бар, енді өзінің әкесінде сол образға енген болар. Жаңағы бірден сол әкем әнінің текстін бірінші куплетімен қайырмасын бір 10-15 минутта жазып тастады. Сосын жаңағы айды сонымен айтамыз, керемет келіп тұр. Енді екінші куплетін былай жазады, бірақ бір менде жаңағы сол әкеге деген бір ілтипатым, жаңағы ризашылығым, сол құрметім, оны да айтып жатырмын. Сонан сол бір жаңағы екінші куплет бір реті келмей жатыр. Сонан бала кезімдегі бір уақиғаны айттым. Сонан кейін тек Орынбасар Сүттібаев адалдық әркез көксеген, үйрендім әке тек сенен, ардақта өтем мәңгілік, ғұмырда жалғыз жетседем деп жаңағы сөзі келді.